Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз word order, яғни сөздердің орын тәртібін үйренетін боламыз. Сондай болса, кеттік. Окей. Жалпы сөздердің орын тәртібін түсіндірудің ең жақсы жолы ол мысалдар арқылы. Сол үшін мысалдарды оқып, соны бірге талдайық. Ең біріншісі, I want an ice cream. Жалпы ағылшын тілінде ең бірінші келетін нәрсе әрқашанда ол subject, яғни зат есім. Кім не деген сұраққа жауап береді. Мысалы, I want an ice cream деген кезде, I деген бұл жерде subject болып тұр. Мен, яғни бұл жерде ең басты зат есім I болып тұр, я? Келесі, want деген ол қалау. Мен балмұздақ қалап тұр, немесе мен балмұздақ жегім келіп тұр. Want деген бұл жерде бізде етістік болып тұр. Іс әрекетті білдіріп тұр, я? Бұл бізде етістіктен verb болады. Содан кейін an ice cream. Ice cream деген ол object. Яғни бұл жерде біз I want what деп сұрақ қоямыз. Яғни мен нені қалап тұрмын? Мен балмұздақты қалап тұрмын. Сонда бізде етістіктен кейін міндетті түрде object келеді. Ең бірінші ереже ол verb plus object. Яғни verb деген етістік, object деген бұл бізде тоқтауыш. Яғни біз тоқтап тұрамыз, ол нені қалап тұр деген секілді, немесе ол қандай нәрсені қалап тұр? Балмұздақты. Сол үшін ice cream деген бұл жерде бізде object болып тұр. Екі сөйлемді талдайық. Ең біріншісі, he speaks English very well. Ол ағылшынша жақсы сөйлейді. He бізде subject, сосын speaks деген ол сөйлеу, verb. English бұл жерде object. Және very well деген бұл жерде өте жақсы деген сөз, я? He speaks English very well. Қалай сөйлейді, я? Сол ағылшын тілін жақсы сөйлейді. Енді егерге біз былай айтатын болсақ, he speaks very well English десек, онда бұл сөйлемнің сөз орны, сөз тәртібі дұрыс емес деген сөз. Өйткені біз білеміз, ең біріншісі subject келеді, he speaks, етістік, және speaks-тан кейін біз міндетті түрде толықтап тұрамыз. Ол нені жақсы сөйлейді? Ағылшын тілін, яғни speaks-тан кейін бірден ағылшын тілі деген келу керек. Сосын қалай сөйлейді, тез, жай деген соңында келеді. He speaks English very well. Yeah? Келесі мысал. I walk to work every day. I walk to work every day. Мен күнде жұмысқа жаяу барамын. I деген бұл жерде бұл subject, яғни зат есім, кім деген сұраққа жауап беріп тұр? Мен. Walk деген жүру, серуендеу. Бұл жерде ол бізде етістік болып тұр, ол бір іс әрекетті білдіріп тұр. Verb. Және to work деген ол қай жаққа? Бұл place, бір жерді білдіріп тұр, я? Every day деген ол күнде, күн сайын, яғни бұл бізде уақыт. Сонда біздің екінші ережеміз place plus time, яғни бірінші бізде place келеді, сосын бізде time келеді. Place деген ол жер, бірінші біз жерді жазамыз, сосын уақытты жазамыз. Мысалы, I walk to work every day деген кезде. Егерге біз мысалы орын ауыстырсақ, I walk every day to work, ол бізде бұрыс сөйлем. Ол, яғни біз сөйлемде сөздердің тәртібін дұрыс орындамадық деген сөз. Екі сөйлемді қарастырайық. We arrived at 7 o'clock at the airport. Біз аэропортқа сағат 7-де келдік деген сөз. Бұл дұрыс емес сөйлем болып тұр. Себебі we деген бұл subject, arrived деген verb, содан кейін бізде бірінші не келу керек? Жер келу керек, яғни at the airport. Біз келдік қай жаққа? Аэропортқа. We arrived at the airport, содан кейін ғана уақыт келеді. At 7 o'clock. Сағат 7-де. Окей? Яғни ең дұрысы қалай болады екен? We arrived at the airport at 7 o'clock. Now let's practice. Енді бір жаттығуға жасап жүрейік. Бұл жерде, okay, we should put the words in order. Яғни бұл жерде осы сөйлемдерді біз сөздердің орын тәртібімен қоюымыз керек. Ең біріншісі, қараңыз, goes every day to Italy Julia дейді. Яғни біз зат есім табамыз, я? Julia, бұл жерде біздің зат есім кім, яғни Юля. Julia не істейді? Етістік табуымыз керек. Goes, я? Барады. Julia goes to Italy. Дұрыс қой. Бірінші жер келеді дедік. Италияға, яғни Юля барады Италияға every day, күнде. Сонда Julia goes to Italy every day. Окей. Келесі сөйлем. London do you know well?
бұл сұраулы сөйлем болып тұр. Демек, сұраулы сөйлемде біз білеміз do, does деген секілді көмекші етістіктер ең бірінші келеді. Содан кейін ғана бізде subject келеді. Сол үшін do you know деген бірінші келеді. Do you know? Сен нені білесің? Яғни біз бұдан кейін білу деген know, know'дан кейін біз object жазуымыз керек. Object London. Do you know London well? Сен Лондонды жақсы білесің бе? Сонда know verb, London object, right? Do you know London well? Окей, келесі сөйлем. Football don't like very much. Окей, және I, ja? Міндетті түрде I келеді. Бұл жерде болымсыз сөйлем болып тұр. Яғни біріншісі бізде subject келу керек. I, содан кейін етістік келеді. Don't like. Содан кейін мен нені ұнатпаймын? Бізге object сұрап тұр, ja? Мен нені ұнатпаймын? Мен футболды ұнатпаймын дейді. Демек, I don't like football very much. Мен футболды қатты ұнатпаймын. Very much деген қатты деген сөз, ja? Сонда I don't like football very much. Окей, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сөйлем құрған кезде, сөйлеген кезде осы сөз тәртібін міндетті түрде ұстаныңыздар. Сол кезде сіздерді бәрі түсінетін болады және сіз өте дұрыс сөйлейтін боласыз. Окей, see you, bye.